Айгерім Махатқызы неліктен Қазақстан ядролық сынақтар алаңына айналды тақырыбында ашық сабағын өткізді. Сабақтың мақсаты 20 ғасырдың екінші жартысындағы әскери өнеркәсіп кешендерінің Қазақстанда тигізген зардаптарын анықтау және талдау. Сабақта төмендегідей белсенді әдіс-тәсілдер қолданылды: Хопс формуласы, ақиқат және жалған, және де кесте толтыру. Оқушылар көрініс көрсете отырып, мұғалім өз мақсатына жетті. Осы жағдайдан кейін 1991 жылдың 28 тамызында Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың семей полигонын жабу жөніндегі жарлығының нәтижесінде 9-шы Г сыныбында Шорабаева Алия Сейтмұратовна тың игеру жылдарында Қазақстан атты тақырыбында ашық сабақ өткізді. Сабақтың мақсаты тың игеру жылдарында демографиялық ахуалдағы өзгерістерді анықтау. Сабақта төмендегідей әдіс-тәсілдер қолданылды: фишбоун, свод талдау, синклей және де талқылау кестесі толтырылды. Мұғалім өз мақсатына жетті. На территории Советского Союза реализовывалась, также касавшаяся и Казахстана, изначальная будущих студентов. Ертең 6 ақпан 2021 жылы Атамекен тарих әдістемелік бірлестігінің апталығының жабылуы Zoom платформасы арқылы өткізіледі. Кіріңіздер, көріңіздер, қатысыңыздар. Бүгінгі жаңалықтарымыз осымен аяқталды. Сау болыңыздар.